Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Здравствуйте, ученики! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тасқа сурет салған бала. Мальчик, который нарисовал на камне. Бүгінгі тақырыбымыздың жаңа сөздері. Новые слова. Тас, қашау. Тас, қашау. Аудармасы вырезать камень. Оқушылар, жаңа сөзімізді дәптерге жазып аламыз. Екінші тапсырма. Төмендегі сөздерді екі бағанға топтастыр. Второе задание. Вы должны разделить на 2 столбика. Нужные слова. Қажетті сөздер. Талант, талант. Әбілхан Қастеев. Суретші, художник. Тұлға, личность. Карандаш. Бояу, краска. Туынды, произведение. Осы сөздерді екі бағанға топтастырамыз. Кім? Кто? Не? Что? Например, талант? Не. Талант деген сөзге біз не деген сұрақ қоямыз. Ал мына суретке мұқият қарайықшы, оқушылар. Бұл Әбілхан Қастеевтің туындыларының бірі Амангелді сарбаздары деп аталады. Ребята, этот рисунок называется солдаты Амангелді. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы. Третье задание. Почитайте текст. Внимательно слушаем. Мұқият тыңдаймыз. Әбілхан Қастеев кішкене кезінде алғашқы суреттерін тастың бетіне қашап салған. В детстве Әбілхан Қастеев выразил свои первые картины на камне. Тастың бетіне арқар, аттың суреттерін салған. Он нарисовал на камне арқара и коня. Жұмсақ тастардан сырға, сақина, моншақ жасаған. Он делал серьги, кольца и бусы из мягких камней. Оның жасаған әдемі заттарын ауыл адамдары таласып алған. Его красивые вещи сельские. Келесі тапсырма. Төртінші тапсырма. Кестедегі сөздерді сәйкестендір. Например, шығарма жазған. Писал произведение. Атақты суретші. Известный художник. Дәл осылай қалған сөздерді сәйкестендіріп дәптерге жазамыз. Ребята, это письменное задание. Пишем в тетрадь.